Құқықтық тәртіпті сақтау, көшелер мен басқа да қоғамдық орындарда құқық бұзушылықтардың алдын алу және жолын кесу мақсатында 23-29 тамыз аралығында елорда аумағында құқықтық тәртіп атты жедел алдын алу іс-шарасы өткізіліп жатыр. Жедел жағдайдың талдауын ескере отырып, қаланың неғұрлым криминогендік және зақымданған шағын учаскелері анықталып, сол аумақтарда патрульдеу үшін учаскелік полиция инспекторлары, көші-қон қызметі инспекторлары, табиғатты қорғау полиция инспекторлары және Астана жастары ұйымынан жас волонтерлар қатарынан мобильді топтар құрылып, жұмыстар жүргізілуде. Атап айтқанда, жедел алдын алу іс-шарасы барысында осы күнге дейін Есіл ауданы бойынша ішкі істер органдарында іздестірудегі бір қылмыскер заңмен тыйым салынған заттарды заңсыз иеленгені және сақтағаны үшін 4 адам ұсталды. Ішкі істер органдарының есепте тұратын 118 адам тұрғылықты мекен-жайы бойынша тексеріліп, оның ішінде 6 адамға қойылған талаптар мен шектеулерді бұзғаны үшін шара қолданылды. 512 әкімшілік құқық бұзушылық анықталып, оның ішінде отбасы тұрмыстық қатынастар аясында құқыққа қарсы әрекеттер жасаған үшін 21, ұсақ бұзақылық жасаған үшін 20-дан аса, түнгі тыныштықты бұзған үшін 60-тан аса, алкогольдік ішімдікті ішкені немесе қоғамдық орындарда масаң күйінде болған үшін 45-тен аса және заңды тұлғалардың қаруды заңсыз иеленіп сақтағаны, алып жүргені және тасымалдаған үшін 1 адам, мекен жайында тіркеусіз тұрған үшін 200-ден аса адамдарға қатысты шара қолданылды. Қабылдау бөлу бөліміне жеке басын анықтау мақсатында 9 адам орналастырылды.